Ұлттық дәстүр де біздің қазіргі осы ұлттық спорт сияқты. Енді қазір орта ғасырдағы дәстүрді атқара алмайсың ғой сен. Оны лайықтауға болады. Бірақ оны белгілі бір үлеспен, дозымен жасау керек қой. Асыра сілтеп жүреміз да біз. Асыра сілтеп, әбден есін тандырып, ақырында аяқпен таптап, мазақтап. Себебі ана ұлттық құндылық өзінің қасиетін жоғалтқан кезде, қасиетін біз тұтынбай, оны жай ғана дақпыртқа айналдырған кезде сондай қасиетсіздікке ұшырайды. Киіз үйдің ішіне кіріп алып, қыздарыма білген істеп жүрді ғой өткенде бір. Арасында бір транс бар. Иә, неше түрі бар. Яғни оларға қарсы мына жақтан жасампаздық болмай тұр. Егер де біздің сол үйіміз ол бүкіл ғаламдық кеңістіктің моделі ғой ана. Түсіндіңіз бе? Ондай модель ешбір, мына бүкіл діндердің үйлері бар ма? Соның бәрі біздің киіз үйдің моделі ғой, содан алып тұр ғой. Бәрі бас шошақ болады да, бұлай келіп. Сол ғаламдық қой. Енді соны біз қазіргі кезде неге соны мысалға жазғы сабатой жасамаймыз. Жазда Наурыз секілді сабатой деген мереке болған. 4 мерекенің концепциясын жасадым. Қалпына келтірдім. Наурыз, сабатой, сабантой, нартуған. Сабантой дегенде татарлардікі дейді. Кешіріңіз, бүкіл түркі халықтарына ол ортақ. Ол су бойындағы түркілердің мерекесі. Сабан, күзгі. Күз кезінде барлық түркілер, көшпенділер болсын, барлығы сірге жер жасайды, жаңағы, яғни жиын-терін мерекесі. Сабатой жазғы. Жаңағы өзіміздің құндылықтарымызды өз орнында пайдаланып, жарқыратып, тұтынсақ, сабатой жасап жасақ. Мына көшпенділер ойыны күзде емес, жазда қазір болғанда қаншама нәрсені істеуге болар еді. Қазақтың өзі де тұтынады, өзі де көреді, қасиетін көреді. Оның қасиетін көріп тұтынғаннан кейін гейлерінде ұялады ғой ондай нетіп кетуге. Мәселе сонда. Яғни сіз жасампаздық жасай алмасаңыз, онда ол қарсы жақ оны сенің құндылығыңды парша-паршасын шығарады. Ол заңдылық. Оны басқа біреуден көрмеу керек, өзімізден көру керек. Біз барды жасандыра алмай отырмыз. Солай жасауымыз керек. Түсінікті. Ағасы айттыңыз ғой жаңа тойды шоуға айналдырды дедіңіз, иә? Оның ішінде дәстүрлер бар, салт дәстүрлеріміз бар, иә? Соның ішінде нақты сізге ұнамайтын, мүлдем кері кетіп жатқаны қайсысын қатты бұрмалап жіберді? Тойды енді шоудан бас тарта алмайсыз. Шоу ол қазіргі заманның көңіл көтеру, уақыт өткізу, ләззат алу көрінісі ғой. Енді сол тойда неге беташар жасауға болмайды? Енді дәстүрге салсақ, бұландай нәрсемен айтсам түсінетін шығарсыз. Беташарды жаңағы аталық деңгейде атап өткен. Беташарды өзінің туысына жасайды. Келген келіннің бетін сол әулеттің ақсақалдары, адамдарына таныстыру. Келінге мұна әулетті таныстыру. Біріне бірін таныстыру. Былай айтқанда. Сосын ол қасиетті нәрсе. Оны шоу жасап, оған ақша тастап, керегі жоқ. Ақша тастауға болмайды дейсіз. Неге? Ақша тастаған жоқ, қазақта ондай жоқ. Шашу, иә, шаш. Ақша шаш. Қазір тойда көріп жүреміз, ана жерге бір табақ қояды. Не масқара? Басқа форматын жасауға болады ғой. Мысалға келінде жарайды, екі жағынан екі жеңгесі ұстап тұрады, ақсақалдар отырады, ағайын туысы отырсын. Сосын таңертеңнен кешке дейін жаңағы 30-40 адам, 100 адамның атын атап, оның бәріне бүйтіп сәлемдесіп тұру деген не ол? 7 рет сәлем берсе болды. Бірінші жаратқанға берсін. Екінші әруақтар о дүниелік ата-бабаларға берсін. Үшінші отырған ақсақалдарға, енелерге, ана аталықтағы кемпірлердің бәрі енесі оның. Көрдіңіз бе? Сосын сөйтіп келеді да,
болды. Балдарға сәлем беріп керек жоқ. Не керек ол? Болды. Оларға сәлем берген сайын мына жақтан тағы бір үшінші жеңгесі я біреу бүйтіп шашуды лақтырып тұрсын жерге. Балалар ана жерін алып жатсын. Ішіне тиын араластыр, ақша араластыр, онда тұрған ештеңе жоқ. Ал сен ақшаны жинап алып, ойбай мә тамада сен, бетін аштың ғой мә. Болмаса, мә жастарға былай да ақшаңды бер. Не керек оны шоуға айналдырып? Қарабайыр нәрсе, ол қазақтың дәстүрінде жоқ. Шоу қылсаң да әдемі жасау керек, мәнімен біріктіру керек. Мәнді бұзбайтындай жасауға болады. Көрдіңіз бе? Иә, түсінікті. Ал сәлем салуға қатысты айтыңызшы. Сәлем салу былай. Қандай? Сәлем салу қазақтың құндылығының бірі. Яғни екеуміз адам ретінде болсын, қарым-қатынас бізде кодексі болған қазақта. Адам мен айуанның арасында кодекс бар. Адам мен табиғаттың арасында кодекс бар. Кәдімгі қарым-қатынас. Қазақ тазысын қалай, атын қалай құрметтейді. Көрдіңіз бе? Қыздарды қалай әлпештейді, аналарды қалай әлпештейді. Қарым-қатынасы бар ғой. Жеңге мен қайын сіңлінің арасында қарым-қатынасы бар. Жезде мен балдыздың арасында қарым-қатынасы бар. Осы секілді жаңадан түскен келін мен әулеттің арасындағы қарым-қатынасты орнатудың бірінші қадамы сәлем ету. Қарапайым ғана. Ол құлдық ұру емес, сәлем ету. Мысалы, мынадай жағдай болды. Мен 2009 жылы бір жиенім, қарындасымның қызы тұрмысқа шығып жатты, ауылға бардым, сәт түсіп. Сосын ауылдың барлығы енді біздің аталастарымыз ғой. Сосын ана Сергеға шығып кетсіз дейді қарындасым. Жеңгеңмен екеуміз шықтық. Шығып едік, 10-15 келін бәрі қатар тұр екен. Жаңағы бүйтіп сәлем еткен кезде деген не істерін білмей қалдым. Қандай әдемі анау деген. Қандай құрмет. Олардың саған құрметі, яғни сенің оларға деген құрметің. Осыдан кейін сенің әйелге деген, анаға деген, келінге деген құрметің ер адам ретінде өседі. Олардың саған, көрдіңіз ба? Бір ғана нәрсе. Ол жерде бәленде ештеңе жоқ. Ал жаңа қолын крестеу дедіңіз ғой, бұл қайдан шыққан? Бұл крест па? Бұл ежелгі таным. Бұл ежелгі. Қазір сәлем етудің неше түрі бар. Біреу бұлай салады. Бұның ішіндегі ең танымға бағынатыны. Ең дұрысы қайсы? Ең дұрысы деп айтам, мен өзімше оны терістей берсе терістей берсін. Бұлай қою, көбіне оңтүстікте осылай салады. Батыста да бар. Қазір соңғы кезде батыста кейде бұлай бір қолмен салады. Мынау енді, мынау бар ғой. Аталық пен аналық, көк пен жер, ұмай мен тәңір. Аталық негіз бен аналық негіз. Мынау айқас, ұйқас, икс бәрі бір сөз. Білесіз бе? Мұны ашамай деп те айтайды. Ашамай деген сөзде екі сөз бар. Аш, ас, ол аспан. Амай, ұмай, жер. Білдіңіз бе? Яғни осы екеуінің жолымен жүрем деген сөз. Осыларды құрметтеймін деген сөз. Тізеге салу, осыларды құрметтеу. Яғни тағы да айтам, қазақтың бойына біткен танымында, дәстүрінде, тәрбиесінде басқа әлеммен, басқа дүниемен, басқа тұлғалармен, басқа тараппен қарым-қатынас тайға таңба басқандай осындай кодекстермен жазылып қалған. Ол кодекстер осындай әрекеттер, осындай танымдар, осындай әдет-ғұрыптар арқылы көрініс берген. Жаңа бейташар болсын, тұсаукесер болсын. Ұзатылып жатқан секілді көріністері. Оның барлығы жай ғана дәстүр емес, жай ғана ғұрып емес. Ол ритуал. Ритуал бір қасиетті әрекет. Оның өзінің энергиясы болады. Ол бекерден бекер жасалмайды. Жаңағы біз қазір қарабайыр түсінеміз да, тұсаукесерді алады да, ой ана ала жіпті аттама, ұрлама деген, ол 2 жасар, 3 жасар, 5 жасар бала ұрлықты қайдан біледі ол? Ол тәрбие емес. Ол одан да зор нәрсе. Ол анау сенің өмір сүру кеңістігін кеңейді. Болашаққа мына тұсауын кесіп, ана шекараны аттап өтетін, сенде талай сынақтардан, өмірдің талай баспалдақтардан өтетін аяғың бос болсын деген жол ашар ол. Мысалға, енді оны
әбден жүріп кеткен балаға ол тұсауын кеспейсің ғой енді. Ол не болса да тәй басқан балаға жасалады. Сол секілді әр нәрсенің өз орны бар ғой, өз уақыты бар. Жаңағы беташар да сол. Қызық үшін жасаса не болады енді? Қызық үшін Зияны бар ма? ол ритуалдық энергиясы бар, ритуалдық энергиясы болса, оның 12-де бір гүлі ашылмаған деген сөз бар ғой қазақта. Сен оны алдын ала ашып жіберсең, алдын ала бетін ашып жіберсең, 12-нің 11 қалды ғой, мысалы, дөрекілеп айтқанда. Яғни баланы ойыншық қылып неге сен бетін ашасың? Ол қыз ғой, ол пәк қой, ол тұрмысқа шығып жатқан жоқ қой. Ол мысалға дуа жасайды. Дуа жасағанда адамды өлтіру үшін сол адамның мүрдесін қуыршақ қылып, соған неше түрлі нәрселер жасайды. Яғни онда энергетика бар ғой. Сол адамды өлтірудің бір программасы жасалады ғой. А мынау да программа. Сол программаны сен алдын ала жасап, ана баланың тағдырына қол соғып тұрсың. Түсіндің бе? Яғни бет ашу алғаш рет тұрмысқа шыққан қыздың бет ашылады. Оны ойынға айналдырсаң, программасын бұзасың. Сосын екінші рет тұрмысқа шыққан, үшінші рет тұрмысқа шыққандарында бетін ашып жатады. Оның пайдасы жоқ нәрсе. Бет ашылды ғой, бітті, бір рет ашылады өмірге. Қазақта ажырасу болған жоқ. Әмеңгерлік болды. Әмеңгерлік болды. Ол әмеңгерлікте жаңағы аталық әулеттің соның заңдылығына бағынатын нәрсе. Мына қызды, мына әулетке, мына ұруға өмірге береді, бір өмір бойына береді. Бітті, ол кейін қарай қайталмайды. Неге? Қызды ұзатқан кезде сыңсып шығап салатын не? Мына әулеттен бұл қыздың орны болды, өлді деп есептеледі. Дөрекілеп айтқанда. Түсініңіз ба? Яғни мына есептен шығарады, мына аталықтан, мына әулеттен, мына ұрудан есептен шығарады да, оны шығарып салады, ұзатады. Ол екінші дүниеге шығарып салумен бірдей. Сөйтетті, анау сәукеле бар ғой? Сәукеле ол бәйтеректің бейнесі. Бәйтерек деген мына өмір ағашы. Өмір ағашы екі дүниені біріктіріп тұрған нәрсе. Үш белдеулі өмірді. Жоғарғы, ортаңғы, төменгі. Ол өзек. Соны өзекті киген кезде, яғни жаңағы қыз мына дүниеден басқа дүниеге өтті деген сөз. Сонымен келіп түседі да, сосын жаңағы келесі ұруға қосылады. Келесі ұруда ол келін болып түсу, ол жаңа туғанмен бірдей. Мына жан бір әулеттен екінші әулетке көшіріледі. Ажырасып кеткеннен кейін мына қайтып беру болмайды қазақта. Сонда қалу керек. Сол қорымда, сол өлсе, сол бейітте жерленеді. Қалмаса не болады енді? Қалмаса не болады енді? Қазіргі басқа? Қазір енді ол, қазір кешіріңіз, қазір біз қазақ емеспіз. Қазір біз сартпыз. Түсінесіз бе? Қазір қазақ емес, сартпыз. Сондықтан біз оңды солды оның бәрін жасамаймыз. Оны жасайтында қазіргі өмірде орын жоқ, орын қалған жоқ. Ал егер әмеңгерлікті қайта бастай бастасаң, онда ана бүкіл аталық институтты, оның бәрін қалпына келтіру керек. Оның бәрі бізде жоқ қазір. Бізде ақсақал да жоқ қазір. Өйткені қалай ақсақал болады? Кешегі механизаторлар далада жүрген, трактор айдап. Бүгінгі аудиторияда профессорлар, олар ақсақал бола алмайды. Олар мамандық бойынша қалыптасып қалды. Бұрынғы ақсақалдар, олар мүлдем басқа. Олардың институты, академиясы басқа. Қиын, ол қазір қалпына келтіре алмайсың. Бірақ қазіргі заманға лайықтап, аздап келтіруге болады. Әлі күнге дейін тәжіктер, өзбектерде ақсақалдар басқарады. Дағыстанда бар ғой? Бар. Бізде ақсақал институты мүлдем құрыды қазір. Тағы мынау балаға қатысынан да сұрақ бар. Неге қырқынан шығармай тұрып, ат қоюға болмайды? Қазір енді роддомда ат қойып тастайды ғой. Оның барлығы жоғарғы таныммен байланысты. Біз сол танымды мықтап зерттеп беруіміз керек қой. Этнология бізде әлі тереңдемей жатыр. Соны бір балаға зиян тие ме? Ерте ат қойып қойса? Жоқ, қандай зияны тие қоймас. Ол ежелгі танымнан келіп дәстүрге айналған нәрсе ғой. Бұрын жаңағы 40 күнге дейін дейтін себебі 40
туғанда да өлгенде де 40 күн бар шекаралық екі дүниенің арасында. Түсіндіңіз бе? Туғанда 40 күнге дейін әлі ол адам қатарына қосылған жоқ. Уақытша екі ортада. Періште болып есептеледі. Өлгенде 40 күн екінші дүниеге кетіп қалмайды, жаны сол жүреді. Сол үйде, сол әулетте жүреді. Екі ортада. Оның неше түрлі процестері бар. Сондықтан ол аралық кезең. Соны біздің халқымыз білген. Жалпы адамзаттың бәрі білген көбі. Соған сәйкес жаңағыдай ғұрыптар жасалған. Енді тумаған адамға қалай сен ат бересің 40 күнге дейін. 40 күннен кейін барып адам ретінде қабылдайды да, жаңағы 40 күндік тырнағын, шашын алып, атын қойып, мына осы дүниеге өткізеді. Бұрын әйелдер істейтін оны. Қазір еркектер кірісетін болыпты ғой. Баланы 40 күнге шомылдырып жаңағы тырнағын. Бекболат Тілеуханды көрдік, иә? Соны айтып жатыр мен. Мен енді оған күлдім. Дұрыс емес па? Білмеймін, енді мен дұрыс емес деп айта алмаймын. Қазіргі дәуірге ештеңені дұрыс емес деп айта алмайсың. Өйткені қазіргі дәуір, тағы айтамын, біз қазақ емеспіз, біз сартпыз. Сарттар қазақтың дәстүрін бұрмалап, отырықтандырып, бұрмалағандықтан сарт деп атаған. Біз сартпыз. Іштей күлдіңіз де қойдыңыз, иә, жалпы? Енді ол талайы бізде бұрмаланып жатыр ғой, қайсы біріне оның. Тағы да айтамын, біз ұлттық құндылыққа қасиетті біздің темірқазығымыз, біздің іргетасымыз деп қарамайынша солай болады. Шамасы мынадай нәрсе, халық болсын, адам болсын, бір түлеудің алдында осындай құлдырайды, күйрейді. Сосын жаңаша кетеді қайттан. Біз соның алдын, сол бізден өтіп жатыр қазір. Күйреп барып көтерілеміз. Және түркі халықтары бізге ғана қара шаңырақ деп қарайды. Біз сол миссияны әлі арқалай алмай отырмыз. Бәлкім енді қолға алатын шығармыз. Ал жаңа Бекболат Тілеуханға қатысты неге 40-нан шығаруға ер адамдар қатыспайды? Білмеймін, әйтеуір мен өмір сүрген ауылда, ауданда, маңайда жаңағы шілдеханаға 40, ол баланың шілдеханасы дейді. Шілде деген парысша 40. 40 күндігіне әйелдер жиналады. Абысындар, сол әулеттің әйелдері, жаңағы кейуаналар отырады төрде. Оның ішінде бір еркек болмайды. Тырнақ алу деген ол енді әйелдің жұмысы ғой. Анау кішкентай баланың тырнағын алуына еркектің доғалдай қолы жүрмейді ғой оған. Енді шашын алып беруге болар. Біз енді қазір көп нәрсеге бір жағынан шыдаммен қарауымыз керек, екінші жағынан сараптап, талдап қарауымыз керек. Үшінші жағынан қазір бұрынғы мәнімен қазіргі мазмұнын екеуін үйлестіре қарауымыз керек. Мынау дұрыс, мынау өйтіп жатыр, мынау ойбай деген ол жай ғана реакция сол күйінде қалады. Одан ештеңе болмайды. Сіз енді дұрысын айтсаңызшы. Дұрысы сол. Баланы 40-нан шығаруға еркектер кірмейді оған. Енді қазір біздің қазақта мынадай тағы бір ырым бар ғой. Жаңағы жол ашылған, өскен, биіктеген тұлға болса, соның жолын берсін деп, қазақ не болса соған ырымдай. Ол да енді қазақтың дәстүрі ғой, ырымға жол беру. Соған жаңа Бекболатты шақырған шығар. Бекболат сосын енді аттап кете алмай. Ал мынау гендер пати дегенге көзқарасыңыз қалай? Баланың жынысын шоу етіп анықтап көпшілік енді қазіргі өмір шоусыз қызық емес. Шоу болмаса, қазіргі өмірдің құндылығы шоу. Этно құндылықтар емес. Шоу болмаса халық жиналмайды. Шоу болмаса табыс таба алмайсың. Шоу болмаса ол жерде қызық еске түспейді. Не болды ай десе, қызық болды. Не болды? Гендер шоу болды. Болды? Көз тию, сөз тию Ал деген бар ма? бұрынғы аналарымыз не туатынын өздері біліп отырған. Аянмен береді. Жаңағы іштің формасына қарай біледі. Оны басты қатырмаған. Яғни ондай немен ойнамаған. Ана баланың сферасына кірмеу керек қой. Білдірмеу керек қой. Болашақ сәби, болашақ адамның сферасына көздермен атқыламау керек қой. Сол жағынан
жақсы емес. Бұлар қыз келіншектер соның бәрін қызық көреді, оларға бәрібір, өйткені таным білмейді. Орта мектепте осы танымның бәрін оқыту керек. Ал көз тию бар ма? Көз тию әрине энергия ғой. Оны ғылымның өзі дәлелдеп тастады. Көз тию, тіл тию. Осы отырғанда екеуміздің қазір жақын отырмыз. Екеуміздің жаңағы 7 денеміз бар ғой. 7-ші дене міне физикалық дене, одан басқа тағы 6 дене бар. Қандай дене? Эфирлік дене, астралдық дене, ментальдық дене. Білдіңіз бе? Осылай қабат-қабат. Мына ұшықтаған кезде 7 қабат қылып киім жабады қазақ. Қазақ 4 дүлейді бағындырған халық. Суды, отты, ауаны, топырақты. Осы 4-еуімен де ұшықтайды қазақ. Емдіге пайдаланған. Міне сол кезде болғаннан кейін 7 жаңағы ішікті, жаңағы кеудешені, тағы бірдеңе жауып тастайды. Сол жаңа 7 қабат денені енді ол тесіледі ғой ауырғаннан кейін. Соны жамаудың бір ырымы ежелгі. Ол ежелгі абыздар, бақсылар соны жасай білген. Содан бізге қазір ырым ретінде солай болып қалды. Сонымен екеуміздің 7 қабат денеміз байланысты ма? Қазір отырғанда мысалға, ол мысалға әр дененің өзінің шеңбері бар, сферасы. 1 метрлік, 2 метрлік, көрдіңіз бе? Сонда адамдар бұлай, осылай қарым-қатынас жасағанда бір-бірінің сферасына кіреді. Сфера деген сол. Ана сәбидің сферасына кіру, ол қауіпті, ол бала әлі туға жоқ. Оның ол ма қыз ба екендігін нетіп жатсын. Сол соншалықты маңызды ма мысалға. Соны шоуға айналдырып жатсын. Ол енді ол сферасына кіру, гендер-пати жасау қаншалықты қауіпті? Білмеймін енді, ол медицина жағын араластыру керек. Медицина емес. Енді оны программасын өмірінің әркім келгенде программасы болады. Оны тағдыр деп атайды. Соны өзгертуге, соның жаңағы жолына кедергі болатын нәрселер болуы мүмкін ғой. Неше түрлі адамдар болады ана жерде. Түрлі қабілетті, түрлі қасиетті. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл жерде әңгіме көбірек болуы мүмкін. Жиналған жұрт айтады, қыз ба, ұл ма деп болжам жасап жатады әрі. Сол маңызды ма? Жұртқа жариялау, ұл ма, қыз ба? Сен өзің білсең болмай ма? Күйеуің білсе болмай ма? Әулетің білсе болмай ма? Не керек? Сол маңызды ма? Содан шоу жасамайық, басқа шоуды жасауға болмай ма? Яғни біз өмірдің бәрін шоуға айналдырып жібердік. Бала тумай жатып шоуға ілігіп жатыр. Туғасын тағы шоу жасайды. Сөйтіп өлгенде де шоу қылады. Өлгенде де шоу жасайды. Өлгенде қазір көпіріп, митинг жасап, көп сөйлеп кетеміз. Сосын отырады да, молдалар уағызын айтады. Біреу өліп, жаназасын, садақасын беріп жатсын. Оған сен басқа жерде жоқ па? Уағыз айтатын, насихат айтатын уақыт жоқ па не? Орын жоқ па? Мешіт не үшін? Соның бәрі керек пе? Отырып алып, анау, мынау, оның бәрі керек жоқ. Қазір жұрттың онсыз да уақыт жоқ.